Қазір біз Семей қаласына қарай жолға шықтық. Ассалаумағалейкум достар. Осыны елімін ойнап жүреміз бе, қалай елесіздер? Жастық шағыңызда барлық мейлінше тәжірибе жинаңыздар. Мен осы көшеде мына үйде тұрған болатынмын. Біз Семей қаласындамыз. Екінші күн осы жерде 8000 теңгеге еңбек ақыға жұмыс істеген болатын. Кейбіреу жоқтан бар нәрсе істейді айтсам ғой. Кейбіреу бар нәрсесін арғатай дамытады. Екінші құмар ойына вообще жоламайтындай сабақ алғамда. Қазір біз Семей қаласына қарай жолға шықтық. Керексіз оймен миым былғанып, сөзіне көптің жиі алданып, әйтеуір жүрген менде бір ғаріп Өзімді өзім жүріп кері тартып, бірдерін шекті, бірді қыбасы өтуде солай бұл жүйрік Уақыт, қиялдаймын, не бір нәрсен армандаймын, бірақ әрекет қылмаймын, не болған бір сормаңдаймын. Кейде мені көргенде жын ұрады бейнем, айнаның ар жағындағы сөйлеп, өз-өзіңнен жұлқынады, қылқынады, жын ұрады кейде, мені көргенде жын ұрады. Құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері, сіздерге үлкен мүмкіндік. Қазір біз Семей қаласына қарай жолға шықтық, жолдан аяқ ізге шығамыз. Қараңыздар, қазір тағы бір QX80 кетіп бара тұр. Примерно екеуміздің жылдарымыз бірдей, 2020 жыл болу керек. И қазір біз трассада екеуін салыстырып көреміз. Гонка қылыңыздар, жарыстырыңыздар деп едіңіздер ғой. Бағанадан келетім, жарыс келеді мына машинам. Давай енді көрсетіп отыр. Қазір біз 160-пен келатырмыз. 160-пен кетіп баратқанда, ол где-то 170-пен кетіп баратыр. Міне қараңыздар қалай кетіп баратқанын. Көлік еш қиналмастан, ровно трассаны ұстап кетіп баратыр міне. Оның номері 005 екен, менің номерім 004. 01-ші регион болса, мен 02-ші регион. Қазір енді артынан барып, міне, менде спидометрді 180. Ол 180-мен қалай кетіп баратқанын, қалай қиналмай кетіп баратқанын көріп баратсыздар. Және де бізде автокөлікте, бұл автокөлікте жол ақшаларды асып кеткен кезде арнайы осындай дыбыс бергіш бар. Содан кейін автокөлікке қатты жақындаған кезде өзінің жаңағы кедергіні көрсететін, жылдамдықты өзі тоқтататын құрылғысы бар бұл көлікте. Кеше осы где-то мен бір 10 күндей Toyota Land Cruiser 200 көлігімен жүрген болатынмын. Тауға салғанға Land Cruiser көлігі жақсы, бірақ қаланың ішінде осындай трассада біраз ол жеңіл көліктер сияқты жүре алмайды. Ал енді біз қазір міне Infiniti көлігімен, өзімнің QX80 көлігімен келатырмын. Бұл көлік міне қазір 200-ге жеттік, спидометр қиналмай ғана өзім жақсы ұстап келатыр. Алдыдағы көлікті де көрсетіп жүр. Қазір тақаламыз екенбіз. Сіздерге жақсы шолу болып жатыр деп ойлаймын. Өйткені мұндай бола бермейді. Мына көлікті мен танымаймын негізі. Бірақ міне қазір 200-ге бардым, обгон жасадым. Енді арт жақтан көрінісін қараңыздар. Арттан қарағанда, алдынан қарағанда өте көрінісі керемет. Бұрынғы Infiniti QX80-дерге қарағанда қазір бұл жаңа модельде жаңағы түрі жақсыланып, артқынғы міне габариттерінде қараңыздар, әдемі орналасқан. Алдыңғы QX56-ларда менде ол 2014 жылғысы болған. Оның түрі бұған қарағанда біраз ұсқынсыздау болады. Ал енді қазір бастық спидометрді көрсетіп жүр. 200
210 мен албан жасадық. Вообще көлік негізі скоросты аса қатты сезінбейді. Міне 220-ға бардық. Моторының қозғалтқышының көлемі үлкен болғаннан кейін жаңағы скоросты, жылдамдықты өте жақсы алады. Және де артта бұда независимый арт жағында бұда мост жоқ болғаннан кейін және тәуелсіз подвеска болғаннан кейін көлік өзін осындай трассада өте жақсы ұстайды. Бұл қысқаша ғана QX80 көліктеріне шолу. Бізбен Porsche жарысуға бел байлапты. Жанында баласын отырғызған екен. Давайте көрейік жарыс онда. 04-05 регион. Ал міне тікеге шықтық. Так, 200. Все, жарайды, сау бол. Скоросты өте жақсы ұстайды. Повороттарға жақсы кіреді. Негізі ана жолы көп адам біздің Toyota Land Cruiser 200 мен және де Lexus'ты тартыстырып, тауға шығарып жарыстырған видеомыз өте жақсы қабылданды. Қазір енді міне трассада 300-де тағы да Porsche мен жарысып барамыз. Міне Porsche кетті тағы да. Жібердік. Где-то 200 мен кетіп барады. Молодец, Porsche. Ал енді біз басайық. Негізі үйде қайталамаңыздар. Содан кейін көп адам өте дұрыс айтты. Негізі машинаға байланысты емес, айдаған адамға байланысты деп. Негізі сол кезде Lexus'тың объемы үлкен болатын. Мен өзім де ойлағам, Lexus негізі озып кетеді деп. Lexus 200 тарт кетеді және Lexus мықтырақ деп. Бірақ та Toyota Land Cruiser 200 көлігі мықтырақ болып шықты. Ал қол көтеріп қояды Porsche-дегі. Көрсетші Porsche-ны әнші. Porsche-ны осымен 200 мен айдап қалдырдым. Мен өзім жол жүргенді жақсы көрем. Және де бізде барлық айтып қой, сөзбен емес, іспен көрсеткен жақсы да осылай. Жолда жүрген кезде адамдармен танысып, ой өрісімізді кеше пост шығарған болатын, Instagram'дан көрсеңіздер болады. Астында атым барда желіп жүріп, шауып жүріп, ел көр, жер көр дейді. Кезінде бізде сиырлер болған, олар осылай ауыл-ауылды аралап, ой өрістерін кеңейтіп, адамдармен танысып, қазіргі заманның тілімен ол нетворкинг деп аталады. Нетворкинг жасап, және бір-бірлерінен информацияны біліп, сол арқылы өздерінің кәсіптерін жасаған, болмаса сол жаңалықтарды басқа ауылға апарып жеткізіп, сол арқылы басқа адамдарға өзінің тәжірибесі арқылы көмегін тигізген. Мен де соны ұстанып келеді. Қазір жолда қаншама ауылдар болады, Instagram'ға жазып жатқан адамдар бар. Солардың барлығымен мүмкіндік болса кездесіп, қандай кәсіп істеп отырғандар туралы информациялар жинап, және олардың кәсіптеріне инвестиция керек болса, болмаса бірге істейтін партнерлар керек болса, солардың барлығын біріктіріп, осындай мақсатта біздің YouTube канал сіздерге пайдалы болсын деген ой, осы мақсатпен осы видеолардың бәрі жазылуда.
ал негізі қазақи контент YouTube каналдарда жоқ, арнада. Және де біз соны басқа ресейлерден қарап жасап жатқанына көпшілік қуанышпен қабылдап жатыр. Бір 3%, 97% қуанышпен қабылдаса, бір 3% диванный критиктер де бар. Олардың өздерінің ойларын өздерімен қалдырдық. Өздерінің оғында жүре берсін солай. Ал енді жалпы шамамыздың келгенше әр нәрсені осылай іспен көрсетіп, мен қазір Семей қаласына баратын болсам, Семейде қалай кәсіп жасағанбыз, о жақта қай жерлерде тұрдым, осының барлығы туралы, және Аягөзде өтеміз, ол жерлердің барлығында кезінде бізде осылай үйрететін видеолар болған жоқ. Біз соның бәрін өзіміз істеп, көріп, тәжірибе жинап, басымызға тиіп, солай осы Семей қаласына қарай жолға шықтық. Кеше түнде Аягөзге келіп қонып, бір туысқан ағамыз қайтыс болған. Содан кейін міне қазір мен Семейде Нахалка деген жерде студенттік шағымды өткізген. Ләззат апай отыр осы жерде. Туысқандарымыздың барлығын алып алып, Берқанаға жездем, Еркін аға, арт жақта отыр. Нағашылар. Жеңгеміз отыр, Жазира жеңгем. Үйгіл апайым отыр арт жақта. Біз қазір енді менің студенттік шағым өткен Семей қаласына барып, ол жақта 1-2 кездесу бар компаниямыз туралы. Және де мына жолды қараңыздар, осы жолда мен қаншама Семейден келіп, Аягөзге келіп, Аягөзде автобус клатынды ашып, осы жолда қаншама күндерім өткен. Соны ол кезде мен тәжірибе жинадым. Сол тәжірибем үшін қуанамын. Егер де жастар сіздерде қазір мүмкіндік болса, семьяңыз болмаған кезде, жастық шағыңызда барлық мейлінше тәжірибе жинаңыздар. Өйткені мен әкем осының бәрін көрсетіп, әкем екемізде бір талай рет осы жерде көліктеріміз сынып қалған болатынбыз жолдарда. Сол кезде бірге жасап, бір талай нәрселер бастан өтті. Сол жайында да Семейде видеолар түсіретін боламыз. Және біздің қалай айтсам, біздің жақты өте жақсы көргендіктен бізде жолдар осындай көрсетші жолы. Қазақстан ішіндегі ең білмеймін қаралмай қалған регион деп айтады. Бірақ та кеше айтқанымда историяда біз елімізді, жерімізді, мемлекетімізді жамандай бергеннен ештеңе шықпайды. Әркім өзінен бастау керек. Басқа мемлекетті біреу бізге әкеп бермейді. Сондықтан да шамамыздың келгенше жас кезіңізде осы жолымды өзім жөндеймін, кәсіпкер боламын, еліме, жеріме пайдамды тигіземін деп жас кезден бастап әрекет етіңіздер. Достар, біз қазір Семей қаласына келдік. Мен осы көшеде мына үйде тұрған болатынмын. Студенттік шағым осы жерде өтті. Қазір апамыз да, атамыз да өмірден озып кетті. Бірақ бұл жер маған өте жақсы естеліктер береді. Ауылда өстім, шаңына аума беркеле, оядан ұштым, қатайды қанат ертере. Асығып алда бақытым күтіп тұрғандай, армандар асқар, қиялдар қилы жетеле. Қаланың мынау тамаша сайран сауығы, жолдарын жуған нөсерлі жылы жауыны. Бәрі де ғажап, сағынған кезде бірақта, аңсарым алып, іздедім сені ауыл. Ассаламағалейкум, құрметті Талғат Сақан YouTube каналының көрермендері. Біз Семей қаласындамыз. Екінші күн кеше түнде келгенбіз. Қазір Семейде суық, боран. Және әке-шешем туралы айтқым келеді, достар. Мен осы жолға шығар кезде әкем де, анам да звондап маған айтқан болатын. Балам, жылы киімдеріңді алып ал. Мен айтам, жылы ғой күн, керегіне десем, жоқ, аяқ астынан күн бұзылып кетуі мүмкін деп, әке-шешеміз бар кезінде қадірлейік, достар. Өйткені
расымен де семейге келсем күн суық, бұзылып кеткен. Сондықтан ол кісілерді тыңдап ала салған болатынмын. Ол кісілер өмірде бір-ақ рет беріледі, және сіздің әрқашанда жақсы болғаныңызды қалайды. Өміріңіздің жақсы болып, денсаулығыңыздың мықты болғанын, сіздің бақытты болғаныңызды қалайды. Және де егер жұмаққа кіргің келсе, ол жұмақ анамыздың табанының астында деп бекер айтылмаған. Өйткені бізді қанша жыл көтеріп, одан кейін өмірге келіп, әке-шеше екеуі бағып, қағып жеткізген сол кісілердің арқасында біз осылай шалқып жүрміз. Және тәрбиелі ұрпақ болып, ол кісілеріміздің қалаған армандарын әрқашанда іске асыруға тырысу керек. Менің әке-шешем, анамның туған күні 17 апрельде, майдың 25-і әкем туған күні. Сол кісілердің туған күндеріне арнап Анталияға путевка алып қойған болатынмын. Ол кісілермен де таныстырамыз осы YouTube барысында Семейге келген. Ал енді жалпы қазір мен осы Семей қаласында 8000 теңгеге ГКПК Семей фарм деген аптечный склад болған. Сол складта фотосы да бар, Инстаграмда көрсетсек болады. Осы жерде 8000 теңгеге еңбекақыға жұмыс істеген болатын. Аллаға шүкір тірімін, бақыттылардың бірімін, адамның бәрін сүйетін, Алланың ғана қолымын, алдама арман алдама. Істейді или істемейді деп нақты ешкім айта алмайды. Әр нәрсені істеп көресің, болды. Сол кезде ғана аласың жауабын. Әйтпесе біздің спиннерде бәрі, о, жақсы идея, все, болды, бұл жұмыс істейді деді мысалы. Кефо бизнес клубта оған бір жағынан мынандай факторлар бар ғой. Одна идеяң бар сенің, оны арғыта іске асыруға қабілетің жете ме? Қалай асырасың іске? Қалай асырасың? Вот. Кейбіреу жоқтан бар нәрсе жасайды деп тұрмын ғой. Кейбіреу бар нәрсесін арғытай дамытады. Идея құнды емес қой негізі, іске асыру құнды ғой. Вот. Идея іске, өзің дұрыс жауап айтсың, идея құнды емес ешқашанда. Қаншама идея бар. Қазір бар ғой, мына жерде мықты миллионер, миллиардерлер отыр мысалы идеялармен де. Оны іске асыру деген бар ғой, вообще 2001-нен қолынан келмейді. Практика керек самое, істеп кету керек. Зат сатып алды, алда істеп көр. Клиентпен айтып тұрмын ғой, жаңағы бағана айтқан. Клиентпен қалай сөйлесуді үйренесің. Bir klient келеді, мынандай айтып кетеді, екінші клиент келеді, мынандай айтып кетеді, үшінші клиент келгенде сен сатасың оған. Неге? Өйткені бірінші клиентпен дұрыс сөйлеспедім дейсің, екінші клиентпен сервисімді дұрыстаймын дейсің, үшінші клиент келгенде сервисімді де сөйлескеніңде дұрыстап қоясың, үшінші клиент алады сені. Түсіндің бе? Сол кезде сен уже түсіндің, екінші бизнес бастаған кезде уже мына опыт бар, бәріне. Ал енді біреуге 1 миллион теңге төлеп әбетке бола. Одан кейін оның деп сөйлеп беріп, потом кетіп Ешкім, жоқ, анандай, бір жылдық, мысалы, мен $15,000 төледім бе, даулатып қал, ладно, бір жыл ол сен нетті, барасың, жазып аласың, істейсің, құрабет, ол бөлек енді, өйткені ол жаңағы, бар, алады, мен сендерге оқыма, ойбай тө, құрабетке 1 миллион теңге алу деген, мысалы, мен өзімнің 1-2 адам бар да, мен олармен осылай бардым, кездестім, рахмет, тәке дейді, неге етсем, бір адамдармен кездесіп 1 миллион теңге төледік қой дейді. Ешкімден мен тәжірибеден көрмесем айтпайтын едім де. Осы күніме ризамын, шүкір етемін Аллаға. Бақыттылардың бірімін, адамның бәрін сүйетін, Алланың ғана қолымын, алдама, арман алдама, тіліміз келді тәубаға, осы күніме ризамын, шүкір етемін Аллаға.
2002 жылдар болатын, осы Семей фармда жүріп, Мұрат Әділетович деген зам болатын бізде. Сол кісінің көмегі арқылы өзім 8000 теңгеге еңбек аққа жұмыс істесем де, жаңағы адам сол кісінің танысы, Астанадағы танысы арқылы сокурснигі және өзімдің мамандығым вообще фармацевт, аптекаға қатысты болмаса да тәжірибе жинап жүріп, автобус склад ашуға Аягөз қаласынан лицензия алып алдым. Сол лицензиям арқылы өзімде 1 грамм 1 тиын ақша жоқ негізі. Осы жерде Маржан Зекенова деген болды, ол кісі қазір Алматыда, хабарласып тұрамыз. Ол кісінің де бір ютубында көрсетермін сіздерге. Сол кісі маған 1С-каны үйретіп, товарды қалай кіргізу керек, товарды қалай шығару керек. Сол арқылы содан кейін автобус складтарға барып сөйлесіп, менде Үржар, Аягөз, Мақаншыда аптекалардан клиенттерім бар. Солар арқылы біз жаңағы нетсек, сіздерге мен объем жасап тұрсам болады деп, сол арқылы Аягөзден Анар, үлкен қызымның аты Анар болған, Анарымның атына Анар фарм деп үлкен склад ашқан болатын. Міне мынау қазіргі сол кездегі здание. Осы жерде ол государственный здание болды. Менің инстаграмда фотоым да бар, көрсетіп кетсек болады. Сондықтан достар, істей алмайым деген сөз болмау керек. Барлығын адам тәжірибе жүзінде үйренеді. Оқып үйренгеннен гөрі тәжірибе жүзінде үйренсеңіз, ол сізде есте қалады. Мен жаңағы 2000 жылдары Алматыға барған кезде грузчик болып жұмыс істеген кезде, сол грузчик болған кезде мен дәріге қатысты болды. Автобус складта жұмыс істедім. Сол арқылы дәрінің не екенін үйреніп, бірақ толыққанды білмесем де, осы сала бойынша аптека ашып, автобус склад аштым. Оны осы біздің видеолар барысында тағы да көрсетіп отырамыз достар. Ал достар, қазір мен досым, сокурснигім, ең бірінші колледжге келген кезде шақтағы көрген, танысқан досым Ақылбек деген кездесеміз. Ассалаумалейкум досым, қалай жағдай? Денсаулық қалай? Мен досым оператормен жүреді деймін. Иә, қазір солай болып кетті ғой. Еміне YouTube каналға адамдарға пайдасы болсын деп сол жазып жатқан нәрсе ғой. Нормально пайдасы бар ма? Әрине. Мотивация бар ма саған? Бар ғой. Қарынды кез. Сенің жинап. Ең бірінші колледжде мен студент болған кезде осы Ақылбекпен танысып екенбіз. Қай жақтысың деп қойды? Абайский. 20 жыл өтіп кетті. Иә, содан бері уже 20 жыл өтіп кетті. Содан екеуміз сол жерде танысып, бір партада отырып, одан кейін екінші курста армияға кетіп қалды. Сол жерде мен Тілек, потом Асыл марқұм деген болған, солар бәріміз шемішке сатып, жаңағы әкеп, одан кейін жемшидек сатып. Өшін біраз бизнес жасағамыз. Одан кейін Ақылбек армиядан келді, одан мен осы Семейге келгенде тосып алып, Тілек екеуі дәрі бастадық, дәрінің бизнесін бастаған болатынбыз. Сондықтан әр жақта осындай негізі оқу кезінде, бизнес кезінде танысқан достар, олар мәңгілік достар деп білем. Өйткені туыстық қарым-қатынас жоқ болса да, бір өзімізге жақсы көретін қасиеттеріміз арқылы байланыстырып, сол арқылы мысалы міне қазір мәңгілік дос. Қай жақта болсақ та қаншама бастан нәрселер өтті. Машинаны бір таста кетіп соғып қалған кездері болған. Одан кейін Алматыға бір машинаны Туарегті айдасып апарып жатып, мен осы жақтан автокөліктер әкететін аударылып, бұл еще машина ішінде тұр бұлай. Содан кейін айтады, таңертең ерте тұрбаған, Таскескенге барып қондық. Содан таңертең ерте тұрбаған, сол машинаның бәрін қарап, қанша қарызбын дедім мен саған, қанша қарызбын деп қой. Айтам мен, басың аман қалғанына тәуба, еш нәрсе қарыз емессің, нормальсың. Онда давай мен қайт кетейінші деп Семейге сол жерден қайт кеткен кездерде болған. Давай кеттік, досым. Қайғалтымды жоғалып кетсе дейсің, баған ақшаң тозаң, мен бәріне ризам, бәрі өз бабымен. Давай, какой раз. Сен самғайын, көңіл күйіме осы өлінім лайық толған айын. Қосың толғаныма қарып тұрма, мәменің отыным сенің отыңа. Шекер, бір жағалауға мың шағала. Күш шара, shake, yeah. Şeker, bir жағалауға мың шағала. Күш шара, shake.
қалдырған уақытыңыз, бірақ саған орын қалдырғам. Жасырайық берерім қолымда мен дайым, абайлап адастырайық мен де дайынмын. Керек мерекеге Даталы телефон. Мына жерде міне мен оқығам Пушно-Меховой колледждің экономический факультетінде. Міне артта досым отыр менің, Ақылбек. Және кездесіп ностальгия болып жүрміз екенбіз, ностальгия. Вот осы колледжді бітіргем, жолға бітіп шықтық. Ақылбай бізде армияға кетіп қалған болатын. Содан екінші курсын бітіріп айтып, бірінші курсында армияға кетіп қалдым. Содан мен ары қаратай Алматыға кеттім. Бұл колледжде жүргенде де көп қызықты жағдайлар болды. Assalamualaikum dostlar. Ne, dosымның машинасы екен. Айтады да сатып алшы осыны деп. Білмеймін, бір жағынан 20 мыңға толғанда сіздердің араларыңызда осы маздан алып жасатып жібереміз ба, қазір көреміз. Айдап көрейін. Шерігі жоқ екен. Маздаға қалай сүйіп отырғанды, механика, бәрі ойлап қоямын. Біраз жасайтын жерлері бар екен. Ұшмыстап. Бірақ бір жақсысы, ұнағаны екі объем. Люк жоқ, люкті салып қычамыз. Одан кейін аса қатты шірік жоқ. Телевизоры бәрі сау. Красканың полный покраска жасаймыз. Ойлап тұрмын. Мазда негізі жақсы машина, жұмысқа бар. Зимний дөңгелек келіп тұр. Летний болса, осыны 20 мыңға ойнап жүреміз бе, қалай елесіздер? Пәтмалу, қалғандары шамалу, сені ғана тек лоғалу. Ассаламуалейкум тоғада, қалыңыз қалай? Сіңіз берекелі болсын. Историяңызды бақылап қарап отырым. Әрқашанда жолыңыз болсын. Өзіңіз через Павлодар арқылы қайтасыз ба? Егер Павлодар арқылы қайтсаңыз, сізбен жолығып сөйлессем, бір үлкен жұмыспен, маңызды жұмыспен өзіңізбен сөйлессем, қашан Семейден шығасыз жолға? Павлодардан өзіңізді бір күтіп алсам. Міне достар, осындай дайырлікке маған көптеген хаттар келуде. Барлықтарыңызға көмектесу әрине мүмкін емес, жолығу мүмкін емес. Қазір Семейдің өзінде де екі адаммен жолығам. Ол жерде қазір ол кісілер біреу кешке 8-ге шақырды, біреу қазір осы 1-2 сағаттың көлемінде жолығамыз. Осындай өте көптеген, бізде сөзден іске деп айтамыз ғой. Өте көптеген біздің YouTube каналымыз және командамыздың жұмысы сіздерге бір пайдасы әкелсе деген ниетпен, өйткені қазақша контент өте аз, және де осылай іске шақыратын каналдар, тәжірибесімен бөлісетін, нақты кәсіп жасап жүріп, сол тәжірибесін осы YouTube арқылы беріп жатқан каналдар өте аз. Сондықтан да біз өзіміз мен сияқты бір тағыда перекупщик болып бастаған, мен оны жасырмаймын. Жаңағы алып сатып бастап, үйреніп, өте үлкен көлемде басқа қалалардан, региондардан осындай үлкен кәсіп ашып, адамдарға жұмыс орындарын беріп жатса, біз оған қуанамыз. Сондықтан сөзден ішке, давайте вперед алған тек. Ал енді мына YouTube каналымызда санымыз 50 мыңға жеткенде, араларыңыздан бір адамға тегін көлік сыйлау сәті бұйырыпты. Ол менің досымның, Ақылбек досымның автокөлігі болып жатыр. Және де ол досым келгеннен айтқаннан кейін, «Тәке, менде бір машина бар еді, алсаңшы» деген кезде, осы ойыма келіп, қазір досым өз айтсын, қаншаға алып жатқанды, және де оны апарып жасаймыз.
оны краскілеген кезін, детейлинг жасаған кезін түгел көрсетеміз. Идеальный қылып бір адамға тегін сыйлайтын боламыз. Досым, өзің қанша қалдың, қалай достығымыз басталды, бір ауыз сөздеріңді айтып жіберсең. Достар, содан кейін тағы біреулер сатып алды деп ойламаңыздар. Ақылбекте тік айтатын адам, ол жағайымсы, бұндай неме жоқ бізде. Қалай бар, солай айтып бер, досым. Ассалаумағалейкум оқырмандар, Тәкен каналы. Бұл көлік енді менің өзім көлігім, және Тәкен осында келіп жатқаннан кейін айтқан ғой, менде осында бір көлік тұреді, алып кетесің ба деп, және апарып көрсетіп, өзі осында идея келіп алып жатыр. 500 мың теңгеге сатып алып жатыр. Көлік ескі машина болғанмен, және жасалған, моторы жасалған, суақ-түйек жұмыстары бар. Енді бәрін қатырамын деп тұрған Тәкен сөздің адамы емес, істің адамы. Өзіміз 20 жылдан артық болды істеп бірге жүргенімізге. Әрқашанда тек қана алға, всегда вперед қой. Енді бұл машина кімге бұйырсын, мұқтаж жанға бұйырсын, өзіне керек қылып тұрған, шын Алланың қалауымен өзі қалап тұрған адамға бұйырып, өзінің адал көлігі болып, осы көлікпен жерде, әлемді сарлап, өзінің діттеген мақсатына жететін көлік болсын деймін. Бізге де жұғысты болсын енді, кімге де болсын. Әмин айтқан. Болды ма? Ана, досым, содан кейін біз қалай таныстық, сол жайлы, сол біраз өзің не кәсіптер істедік, сол жайлы айтып өтсең. Қандай қиыншылықтар өтті бастан? Кезінде, мысалы, Гаспиатрийде сатқанбыз досымыз екеуміз жүріп. Соның барлығын айтып өтсең. Танысқанда енді екеуміз студенттік өміріміз бірге басталды. Мен өзімше қаланың баласы болғанмын, бұлардан старостасы болғанмын. Тәкен ол кезде 98 жылы енді үстінде малиновый пиджак. Үстінде малиновый пиджак, студент болып келген кезде таныстық, содан бірге жүрдік. Мен армияға барып келдік, бүйттік, одан кейін талай кәсіптің басын жалды. Тәкен дәрі сатты, қайда сауда жасады, қайда жүрсе де саудасы адал болды да. Ең бірінші көңіл аударатын нәрсе және сауданың адал болуы, және келіп жатқан ақшаның берекетін болуы ғой. Соған Тәкен всегда қадағалап отыратын. Мен қаншама жол жүрдік, шрот дейтінбіз, Ауди, және пасат, масат тасыдық қанша Алматыға 300 мың теңгенің, 500 мың теңгенің кезінде. Сынып атады, көлік сынып атса, ұйқыдан өліп атсақ бұл болмайды ғой. Давай бүйтіп жіберейік, сымырап жіберейік ағын. Бүйтме, біз деген бітіп кетеміз анардан. Бұл сондай да талғаттың. Ол сол мен өзім ойлаймын, мен өзіміз басқа кәсіпте болған. Бұның талғаттың мышлениясы, сол және кәсіпкерлікте алдыға қайтпайды, және вариант іздейді. Бір вариант шықпаса, екінші вариант шықпаса, үшінші вариант. Біз және может біздің слабость дейді ғой, және сол шығар, бізде сынқып қаламыз да, қойшы болады, бүйте саламыз, сөйте саламыз. Тәкенде ондай жоқ. Тәкен алдыға жетеміз, бұраймыз, сыммен қыламыз, жіпке байлаймыз, арқанға тартамыз, сондай варианттар шығара береді. Енді канал дамып жатыр екен, өзім бізде көрерменіміз, үйдегілеріміз барымыз. Канал дамай берсін, қазағым бар болсын, қазағым бай болсын, әр қазағым дәулетті болсын. Әмин. Айтқаным келсін, досым. Мен мына жерге неге тоқтадым? Достар, біз осы жерде авторинг болған кезінде, міне осы ақыл екенбіз. Давай сыртқа шығайық. Достар, мына жерге бекер келіп тұрған жоқпыз. Қазір біз Восточныйда, мына жерде кезінде автокөлік базары болған. Дұрыс па, досым? Қазір мен саған бір қызық жайды есіңе түсірейін. Ұмытып қалдым екен, ұмытқан жоқ екенсің. Осы жерде Алик, Малик, Шарик ойнататын Жоламанның балалары. Тура осы жерде где-то Ақылбек екеуміз жаңағылерді келіп көріп тұра қалғанбыз. Содан кейін Ақылбек алады да аяғымен бір стаканды баса қалады бүйтіп. Аяғымен енді аяғына қарасам еще дір етеді өзінің аяғы. Дірілеп тұр. Таптың ба досым десем, я таптым, осында деп қояды да. Соң еще аяғы дірілеп тұр. Жіберме деп қоямын да. Ана жандағы адамдар бар өздері. Соң кейін қанша бересіңдер дейді. Қалтада бар 70 па 80 мың теңге жетсе кез, дұрыс па? 70-80 мың теңгенің бәрін бердік те. Все, давай аш десек, аш қаша еш нәрсе жоқ қой. Есіңде ба? Сөйтіп, екінші құмар ойына вообще жоламайтындай сабақ алғамда. Сол кезде сөйтсек, олар өздерінің адам екен. Сондықтан ондай құмар ойындарына ешқашан жоламаңыздар. Ставка қою, андай-мындай ол да сабақ болды. Сол кездегі 80 мыңдық сабақ маған. Әлі күнге шейін мен қандай құмар ойындар бар, ешқайсына жоламадым да. Осы жерде біз Гаспиатрий сататынбыз, BMW 320 көлігін алғанбыз, білесің ба? Қанат братчикаға беріп оны. Вот осындай жағдай болған. Қазір міне осы жердің бәрі базар салынып кеткен, шиномонтаж. Сондай жағдайлар. Ақылбек, менде
жанагы менден кийинки замым болду десем да болот. О кезде 2 адамбыз, өзүбүз касып бастап. Таңертең 6 болмай кеп алат. Военный служить эткен адам го. Мен 10-11 чейин уктап жатам. Жарай, тура тур деп билесиң го. Сондай да кездер болгон достор. Сондуктан қазір мына видеолар биздин осылай жолумду тааныштыруу келгенден кийин bir жагынан башка адамдарга мотивация болсун. Қазір жолдар болмай жүрсө, одан эч качан жанагы онжургасы түшпөсүн деген оймен осы видеолардын барлыгы жазылууда. Жана де мен өзүмдүн улум болот, жана де тагы да Аллах кааласа бир бөпемиз тосуп отурмуз. Соларга ертең менин акем осундай болгон экен гой, талим тарбие болсун, достарына карапайымдылык деген барлыгы сөз жүзүндө эмес, іс жүзүндөгү тарбие болсун деген максатпен осы видеолардын барлыгы жазылууда достор. Каналыбызга жазылып, достарыңызга бөлүшүп, өздөрүңүзгө мотивация алып, сол мотивация тек гана мотивация болмай, ишке апаратын, және де міне биздин Кюфо Тулпар компаниясы сыяктуу осындай үлкөн компания ашатын, Ford компаниясы сыяктуу үлкөн компаниялар болатын деңгей